Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Нұрғаным. Бүгін өте дәмді болып шығатын үй жағдайында керемет хот-дог дайындап үйренеміз. Ең бастысы, бұл жерде сосиски дәмді болу керек. КМДБ халал сертификаты бар сосискиді таңдауға кеңес беремін. Соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші апарамызды дайындаймыз. Ол үшін 400 мл жылы сүтімізге 2 ас қасық қант саламыз. Одан кейін жарты шай қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, көтерілгенше 10 минутқа қойып қоямыз. 700 грамм ұнымызды ситадан өткізіп аламыз. Одан кейін оның үстіне апарамызды құямыз. Апарамыз міне осылай көтеріледі. Енді ұнымызды осылай ортасын ашып, апараны құйып, қасықпен араластырып, одан кейін қолымызбен елейміз. Ең соңында 100 грамм сары майымызды, жұмсақ сары майымызды салып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша елейміз. Үстін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз, көтерілгенін күтеміз. Міне біздің тестамыз осылай көтерілді. Енді оны басып, бөліктерге бөліп шығамыз. Міне осындай кішірек бөліктерге бөліп, формасын келтіреміз. Менде 14 штук шықты. Кішкене кішіректеу қылып жасадым. 12 бөлікке бөліп жасасаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей осындай формасын жасап шығамыз. Енді пергаменттің үстіне май жағып, осылай қойып шығамыз барлығын. Бөлме температурасында 10 минут қойып қоямыз, көтерілгенін күтеміз. Одан кейін үстіне жұмыртқаны жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 15-20 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Піскеннен кейін үстін орамалмен жауып, толық суылғанша қойып қоямыз. Міне біздің булочкаларымыз пісті, өте жұмсақ болып шығады. Начинкасыз жай жіберуге де болады, өте дәмді болып шығады. Булочкаларымызды осылай пышақтың көмегімен кесеміз. До конца емес, жартылай қылдырып кесеміз. Булочканың ортасына салатын салатты дайындаймыз. Ол үшін 2 морковь керек болады. Оны осындай теркадан өткізіп шығамыз. Дәміне қарай тоз бұрыш саламыз. Және де 1 чеснокты осылай ұсақтап өткізіп аламыз. Сұйық майды басқа ыдыста ысытып, осылай үстіне құйып шығамыз. Және де араластырамыз. Сосискаларымызды кішкене майлы табада 2 жағынан қуырып шығамыз. Енді хот-догымызды жинаймыз. Булочканың ішіне бірінші майонез саламыз, одан кейін кетчуп саламыз. Морковьтан жасалған салатымызды салып, сосискиді салып, тағы да 1 рет қайталап шығамыз. Видеода толық көрсетілген, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады. Балаларға сөзсіз ұнайды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.
Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмайсыздар. Міне біздің хот-догтарымыз дайын болды. Өте керемет, дәмді, аппетитный болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.